жай ғана шын жүректен шыққан сөздерімді айтқым келіп тұр. Айтыңыз. Біріншіден енді біз бір-бірімізге ең басты, ең қымбат нәрсені сыйладық. Сол үшін рахмет. Ол уақыт. Уақыт ешқашанда кері айналып келмейді. Және мен айтарым, мен өкінбеймін. Не болса да қазір, қандай жағдай орын алып жатса да, екеуміз екі жаққа кетсек те, бірақ осы уақытымды саған арнағаным үшін, Данияр, және де сен маған сол уақытымды арнағаның үшін, сенің махаббатың үшін, жылылығың үшін үлкен рахмет сен. Мен кәдімгідей, негізі Данияр маған, сен оны толығымен сезіндіре білдің. Менің қырсықтығыма, еркелігіме, менің мінезіме кәдімгідей Данияр ғана шыдай алды ма деп ойлаймын кей жағдайда. Өйткені менің қасымда өте ауыр болып кетсендім. Дәл сол арақатынас құрған кезде. Және екеуміздің арамызда ең басты нәрсе бар да, екеуміздің арамызда екеуміз ғана білетін сыр, екеуміз ғана білетін әзіл, екеуміз ғана білетін құпиялар, жаңағы керемет сәттер, естеліктер бар. Және мен оларды мәңгілікке жадымда да, жүрегімде де сақтап қаламын.